Йоу, короче, прикиньте, былай болады ғой. Бірінші күні шықтым жұмысқа карантиннан кейін. И бір такой андай опасный райондардың біреуінде жүрдім да. Ну как опасный, в основном опасный да. Естігем жай машинамен жүрген кезде там сезілмейді да. И короче клиентімді алам и светофорда күтіп тұрам. И тура артынан бір блокта короче 5 рет па 6 рет па короче атады ғой. А мен басын сразу ойлап қалдым, типа андай нелер ше, фейерверктер деп, потому что қазір где-то бір ай болды ма, где-то бір ай бойы осы протест болып жатқан кесірінен где-то осындай кештен бастап түнге шейін андай не атады да, салюттар атып жүр, короче. Білмеймін, шиголдар ма или там жай. И мен соны салют деп ойлап қалам да, и клиентіме қараймын, клиентім де маған қарайды, типа, йоу, это типа, короче, это не салюты дейді да. И мен бүйтіп сол жағыма қараймын, и сол жағымнан, короче, бір қара жүгіреді да, ал ана жақта бір углда, короче, мына жерде емес болған вообще, просто мен о жақтан кетіп қалдым. И ана углда тұрған машинаға отырады, BMW-ға, и, короче, топить етіп кетеді. И тура менің алдымнан, мына жерден бір қара машина да, затонированный машина тоқтайды. Мен енді өткізіп жүру керекпін да оны. Ол соның артынан барады. Походу андай, менің ойымша ол не болды да, андай undercover police дейді да, нехта, типа полицейскийлар, бірақ жаңағындай полицейский машинамен емес, жай машинамен жүреді. Киімдері де гражданский киініп алған полицейскийлар ғой, короче, біздің немен айтқанда. Походу солар ғой деймін, олар сразу артынан кетті сол машинаның. И мен, получается, жаңағы клиентті тастап кетем. И тура алдымнан, короче, полицейский машина тұрды да, несін мигалкасын қосады да, артқа қарай кетеді. И жаңағы тоже қасында бір не болған еще, скорый помощь. Солда да, короче, сол жаққа кетеді. Ё-моё. Кәдімгідей несі қалдым, духым қайтып қалды кәдімгідей на районда жүруге ше. По идее, короче, осындай районда бұл мынау келе жатқан көше, короче, Atlantic Avenue деп аталады. И в основном мына жерде қаралар тұрады да, қаралардың районы болып саналады. Потому что көп жай бұл расист болып жатқаным емес, жай статистиканы айтам да, что осы жерлерде в основном преимущественно қаралар тұрады. И менің ойымша даже былай картаны қарасаң да, кішкене андай бізде приложениялар бар, немесе жаңағындай интернетте қарасаң карталар бар да, мысалға Нью-Йорктың жаңағындай опасный райондары деген сияқты ше. По-моему, осы жерлер соған кіреді. Осы Atlantic Avenue-дің вообще анау қала жаққа қарай жүрсең. И йоу, в общем, кәдімгідей сондай бір неде болып қалдым. Біртүрлі әсерде да, потому что тура қасында болды да, и мен сразу ойым, что блин, мені қазір на машина соғып кетпесе екен деп, былай оңға бұрам. И ана машинаны өткізем жаңағы, ну, білмеймін, менің ойымша полицейскийлар болды ол. И жаңағы қараны көрдім да, просто еще жүгіріп баратты да, бүйтіп жан-жағына қарап, артына қарады да, машинаға отырды. И сразу, короче, топить еткен. Блин, йоу, в общем, опасен екен на районда, примерно енді осы райондарға келмеу керек сияқты. Блин, короче, абайлап жүріңіздер. Жалпы айтам да, любой жақта ғой, любой қалада, любой жерде сондай райондардан кішкене аулақ жүріп, өздеріңізге қараңыздар. Шынымен де білмейсің не болады. Әр секундта сен мысалға жаңағындай өміріңнің қашан қиылып, қашан бітетінін білмейсің да ше. Кәдімгідей сондай ой, даже сондай ойлар кетіп қалған ғой, философский ше. В плане того, что бір-ақ секунд бұрын жаңағы нәрсе болды. А прикинь, ол какой-то бір отморозок да, басы істемейтін біреу. Просто ойына келді, осы жаңағыдай светофорда күтіп тұрған адамдардың бәрін атып шығам деп. Мысалға деймін да, вот какой-то придурок террорист да. И келеді да, сені терезеңнен ата салады саған, или там, не знаю, машинамен келеді да, сені қақ кете салады. Йоу, короче, сондай ойларға келіп жатырмын. Абайлау керек, абайлап жүріңдер, қадамдарыңды нық басып, мынандай жан-жақтарыңа қарап, және қазіргі вирус анау мынау, короче, сол үшін абайлап жүріңдер ема. Фу, сол аман
бақыт саушылықта кездесейік. Аман сау болайық.